Гүл күндері, қуанышта аз емес бұл күндері, қайғысы да бір басына жетіп жатыр, ұйқысыз өткен кейде бір түндері. Міне осындай өмірді кешкен жандар, ертеңгі елімізге атартан. Алматы қаласында Қазақ ұлттық аграрлық университетінің өсімдік шаруашылығы меңгерушісі оқимын. Атындағы Ақтөбе университетінде оқимын. Бірінші курс химия 05 мамандығында, яғни ғылыми химия мамандығында оқимын. Мен Жаңабек Жанболат, Астана қаласындағы Елу университетіне түстім, Еуразиялық ұлттық университетіне. Маман сіз болып жұмысқа тұруға. Жақсы, рахмет көп. Енді студенттеріміз кішкене келдіңіздер студенттер. Жалпы осы 4 айдың ішінде ең бірінші енді келіп жатсың. Менен сұрақ, бізге, яғни ОБТ тапсыратындарға қандай кеңес бересіздер? Қалай? Сізде ОБТ таңдаған уақытта қандай мамандық таңдауға кеңес бересіздер? Сосын сүйген мамандық таңдаған дұрыс па? Қосымша оқитын менде бар, мен өзім кішкентай кезімнен дизайнер болғым келетін. Дизайнер одежды, болмаса дизайнер интерьеров. Осы оқуды бітіргеннен кейін оны... Мен Серікбай Алды. Мен мамандығым тау теннисі. Мен өзім таңдаған үмітсім тау теннисіне. Қарақат көздеріне көрмегендер қызығыпты, маған деген мас көңілің әлдекімнен бұзылыпты. Аржан айтып тауып қойсыздар. Қандай ән? Өзімін Жандос Қаржауой. Көрейік. Және бізде түрде орын алып отқан студенттер. Біріншіден сіздерді студент атауларыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Мен естіртеді деп ойлаймыз, жақсы жақтарынан көрінеді деп ойлаймыз. Біздің мектебімізді бүгінгі ұстаздарымызға біздің мәдениет үйінің атынан құрметті көрермен, ұстаздар, оқушылар, қош келдіңіздер. Бүгін енді қуанып жылда дәстүрге айналған студенттермен кездесу кеш, 6 апрельдің. Қош келдіңіздер, өте әдемі болып отырсыздар. Оқуға түскен білімдеріңіз биіктен көрініп, жақсы осы Қытай елінің жақсы маман иесі болып шығуларына тілектеспін. Оны енді біздің артымыздан сіздерге естелік. Кешіміз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.